Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше печенье жасаймыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сары май керек болады. Осы сары майға ұнтақталған шекерді салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне ванильный сахар саламыз. Сонымен араластыруымызды жалғастырамыз. Ендігі кезек осы массаның үстіне бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Міне осы видеодағыдай осылай араластырып отырамыз. Ендігі біздің кезек құрғақ ингредиент, ол бізде ұн. Ұнды осылай 2 немесе 3 бөліп саламыз. Сонымен осының барлығын жақсылап араластырып, бір келкі қамыр жасап аламыз. Сонымен осы қамырды біз 2-ге бөліп аламыз. Міне видеода көрсетілгендей қамырымызды теңдей бөліп аламыз. Және біреуіне клюква саламыз, екіншісіне матча порошогын саламыз. Енді пергамент қағазын осылай қиып алып, клюква қосылған қамырды осының ішіне салып, әдемілеп формасын келтіріп, домалақ етіп жасап аламыз. Ал матча қосылған екінші қамырды біз осылай жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне жаңағы клюква қосылған домалақ қамырымызды алып, осылай видеода көрсетілгендей орап аламыз. Енді бұны холодильникке 30 минутқа жібереміз. Енді духовкамызды 180 градусқа қосып, противеньге осылай пергамент қағазын дайындап қоямыз. Холодильниктен шыққан печеньемізді осылай жіптің көмегімен біртіндеп кесіп аламыз. Енді осы печеньеларымызды 15 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, матчаның дәмі өте күшті үлеседі клюквамен. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.